Достар, қалайсыздар? Мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп тұр да. Мысалы, мен өткен шақта өте әлсіз адам болдым да. Ішім сынып қалған, өмірге өкпелі, қайғырып, үйреніп қалған. Қайғырғанда до такой степени мен бар ғой, страданияның ішіне, прям эпицентріне түсіп кеткен адамдардың қатарынан болдым да. Ешқандай мен күле алмаймын, ешқандай радоваться ете алмаймын, қуана алмаймын. Алланың беріп тұрған барлық керемет нәрселерін көре алмай соқыр болып өмір сүрген кездерім болды да. Әбден менің қайғыруға, страдать етуге не то что менің ішім, әрбір органым, әрбір менің клеткам үйреніп қалған кезең болды да. И сол кезде мені оятқан, сіздер білесіздер, бір ауыз сөз болды да, өмір өткінші деген. И сол өмір өткінші деген сөзді мен бүкіл 62 тамырыммен, бүкіл денеммен, бүкіл клеткаммен сезген кезде, то, что менің өмірімнің бостан босқа өтіп баратқанын, өмірдің бітіп кететінін мен сездім да. И сол кезде менің басымда бір лампочка жанған сияқты болды да. И сол күннен бастап осы Алланың берген просто баға жетпес құнды өмірін, басы бар аяғы бар, бір есіктен кіріп екінші есікпен шыққанмен бірдей деген сөз бар да. Өмір просто бітпейтіндей сияқты болып көрінгенмен, жандарым, соны түсінсеңдер, өмір өткінші, до такой степени өтіп кетеді. Бұл өмірде бәрі өткінші да. Бүгін қайғырып тұрсаңыз, ертең қуанатын күніңіз келеді. И сондықтан мен де выбор тұрды алдымда, либо қайғырып өміріңнің бәрін құртасың, либо Аллаға рахмет айтып, энергияңды өзгертіп, просто будешь кайфовать и жить. И сол кезде мен өзім түсіндім да, Алланың баға жетпес өмірін сүріп жүргенімді. И сол күннен бастап менің өмірім өзгере бастады да. Сондықтан достар, сіздерге айтарым, өмір настолько өткінші, өмір настолько хрупкий да, любой момент үзіліп кетуі мүмкін. И сондықтан бір күн өмір сүрсеңіздер де, баяғыда үлкен адамдар айтатын еді ғой, бір күн өмір сүрсең да, просто рахаттанып өмір сүріңдер. Өмір өтіп кетеді. Сіз қайғыратындай, она того не стоит, не давайте важность. Өмірге қатты ондай серьезно қарамаңыздар. Орындарыңыздан тұрып, жизнь прекрасна деп алға қарай жүре беріңдер. Алла тағала өзі есік ашып отырады сіздерге.